Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Медовик торттың жұмсақ болып шығатын, әрі оқтаумен жаймайтын, тез дайын болатын, сынбайтын, дәмі керемет болып шығады. Мастер-класста үйретіп жатқан рецепті сіздерге тегін ұсынамын. Міне қарап тұрсаңыздар, жұмсақ, осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Келесі видеомда осындай тәтті печенье дайындайтын боламыз. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, бірінші болып көру үшін. Водяной баняға әселімізді қоямыз. Кішкене еріген соң бір шай қасық ас содасын салып, осындай реакция жүру керек. Ақ көпіршік болып. Ақ көпіршіктен осында қоңыр түске айналады. Қоңыр түс керек түс болған соң асын өшіріп, бөлме температурасында тұрған сармайымызды салып, оны жақсылап қозғап ертіп алатын боламыз. Сосын бізде жұмыртқамызды 4 жұмыртқаға қантымызды саламыз. Ыдысымыз таза құрғақ болуы керек. Миксердің көмегімен миксерлейміз. 2 есе ұлғайғанша. Жақсылап миксерлеп болған соң үстіне бағанағы медовый массамызды құямыз. Аз-аздан құямыз, жұмыртқамыз пісіп кетпес үшін. Онда құйып болған соң осылай миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Тағы екінші бөлігін құйып, осылай тағы да араластыратын боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызды жартысын салып, миксердің көмегімен араластыратын боламыз. Екінші бөлігін салдым. Жақсылап миксердің көмегімен араластырған соң, осындай сұйықтық пайда болады. Енді алдын ала пешімізді қыздырып қоямыз. 180 градуста 5 минутта піседі. Осында кальсомызға немесе тарелкаға осында форма сызып аласыздар. Домалақ қып өзіңізге керек форманы сызасыздар. Диаметрі, менде диаметр 24. Осыған 2-3 қасықтан салып, қамырымызды пешімізде, қызып тұрған пеште 180 градуста 5 минут 7 минутта пісіріп алатын боламыз. Барлығын осылай жайғастырып, алдын ала дайындап алатын боламыз. Мінекей біздің корждарымыз дайын болды, тез піседі, жұмсақ болып шықты. Енді осының шеттерін осында блендердің көмегімен немесе пакетке салып, оқтаумен майдалайтын боламыз. Әсемдік үшін қолданатын боламыз. Ортасына жаққан кремге менде сгущенка мен қаймақ. Менің YouTube арнамда үй жағдайында жасауға болатын сгущенканың рецептісі бар. Осында кальсомымызға коржымызды салып, тортымызды жинайтын боламыз. Менде корж 6 штук шықты. Осылай кремімізді жағып, үстіне екіншісін қойып, видеодағыдай корждарымызды қойып шығамыз. Осымен біздің медовик тортымыз дайын болды. Осы рецептпен жасап көріңіздер, өте керемет болады. Пропитканы қажет етпейтін торт. Өте жұмсақ болады. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта бірінші болып көресіздер менің жаңа видео рецепттерімді.